Есек мерген. Bir кісі өлер алдында, артында қалып бара жатқан жалғыз баласы Есек мергенге өзінің басынан өткендерін айта келіп: «Балам, сен аң аулап жүріп жалғыз орманға барма, бара қалсаң тақыр жердегі молаға түнеуші болма» дейді. Баласы мақұл дейді. Бірақ бала есейген сайын: «Әкем маған неге орманға барма» деді. Осы орманға барып моланы, тақырды бір көрейінші деген ойға келеді де бір күні адағын асынып орманға келеді. Бала жас болса да батыр, құралайды көзге ататын мерген екен. Өзіне өзі сенімді бала орманды емін еркін аралап құс атып алады, оларды пісіріп жейді, ақырында орманда түнейді. Түнде үш ағаштың басын құрастырып от жағып, жол қазанына ет асып отырғанда қасына ұзын бойлы бір жезтірнақ келеді. Мерген жезтірнаққа ет береді, бірақ ол берген етті алып жей алмайды. Есек мерген етті аузына қасығымен салады. Ет жеп болған соң жезтірнақ кетіп қалады. Жезтірнақ кетісімен есек мерген оттың қасына бір томар ағашты әкеліп жатқызып, басына бас киімін кигізіп, үстіне сырт киімін жабады да, өзі бір биік ағаштың бұтағына шығып, жезтірнақты күтеді. Жезтірнақ мерген жатқаннан кейін ептеп келіп, жаңағы томар ағашты бас салады. Жезтірнақтың тырнақтары томарға шегедей қадалып кіріп кетеді. Енді ол томардан тырнағын суыра алмай әлек болады. Міне сол кезде есек мерген оны садағымен атып өлтіреді де тырнақтарын кесіп алады. Сол түнді орманда өткізіп, енді моланы іздейді. Ақырында о да табылады. Мерген атып алған аңдарын асып жеп, бір күні моланың жанына түнейді. Түнде тамақ жеп отырғанда баланың қасына тау-тайлақ келеді. Бала әуелде тау-тайлақтан сескеніп қалады, бірақ артынша жүрек тоқтатып: «Бұның жаны тілінде болар, өйткені жалаған жерін ойып кетеді» деуші еді, деп ойлайды да тілін кесіп алады. Тау-тайлақ төледі: «Екеуінен аман өттім. Енді несіне қорқамын» деп мерген тақыр жерді іздейді. Тақыр да табылады. Мерген бір түнді сол жерде өткізеді. Түні бойы ештеңе келмейді. Таңертең тұрса, айналасын биік тау қоршап қалыпты. Есек мерген таудан әрді берді өте алмайды. Аласа жерін іздеп шығайын десе, жаңағы тау сілкініп қалады да биіктеп кетеді. Ақыры тауға тіл бітеді: «Сен есек мергенсің, мен айдаһармын. Сенің батырлығыңды біліп, сені осындай айламен қолға түсіріп отырмын. Менің екі туысым бар еді, біреу жезтірнақ, екіншісі тау-тайлақ. Ал сен оның екеуін де өлтіріп отырсың. Олар маған қиыншылық жағдайда көмек көрсететін еді. Енді олар жоқ. Сондықтан сен бұдан былай маған болсатын болсаң ғана еліңе аман жіберемін» дейді. Есек мерген: «Жарайды, босатсаң болсайын» дейді. Жаңағы тау айдаһар болып, енді есек мергенді өзінің мекенін алып келеді. Келсе, айдаһар айтқандай, өзінен басқа тірі айдаһар қалмаған екен. Олардың бәрін басқа бір ордалы айдаһар жыл сайын өлтіріп тұрады екен. Олар бүгін соңғы айдаһарға келіп соны өлтірмекші екен. Бірақ бұған есек мерген дос болып, енді екеуі бірігіп қарсы тұрады. Есек мергеннің қолында қылышы және жезтырнақтың тырнағы бар. Осы екі қаруын кезек сілтеп, ол ордалы айдаһарларды қырады. Бұған көңіл толған жалғыз айдаһар есек мергенге ат басындай алтын, қой басындай күміс береді. Есек мерген бұған ырза болып елге қайтады. Ақырында елінде табады. Есек мерген елден кеткенде, оның артында жалғыз шешесі қалған. Ол баласын жатса да тұрса да ойлайтын, көзінен сорасы ағып жылауменен жүретін. Ақыры баласы аман есен келіп, шешесін қуантыпты. Сөйтіп есек мерген қызықты дәурен сүріп, бай болып, барша мұратына жетеді.